Қазақтар, менің ата-бабам маған аян берді. Қазақтар 2026 жылы аштыққа ұшырайды. Сол үшін қазірден бастап дайындалыңдар. Азық-түлік қымбаттайды, киім-кешек қымбаттайды, бензин, газ қымбаттайды, сұйық май қымбаттайды, ұн қымбаттайды, макарон қымбаттайды. Сол үшін қазірден бастап оптовиктен барып, арзан бағадан барып, ұн, күріш, сұйық май, жаңағы ет, тағы басқа сондай тағамдарды, азық-түліктерді оптовиктен алып қойыңдар. Ертең ашаршылық болған кезде барып жылап жүрмеңдер, аштан қырылып қалмаңдар әйтеуір. Ертең маған кеп жыламаңдар. Сол үшін қазірден дайындалу керек. Себебі неге? Украиндықтар Қара теңізді жабайын деп жатыр. Балтық теңізін жабады. Қазақстан Еуропаға ешқандай мұнай экспортта алмайды, уже сата алмай қалады. Қазақстан мұнайды сата алмайды ешқайда. Сол үшін республикалық бюджеттің 40 миллиард доллар болса, сол 20 миллиардқа төмендейді. Сол кезде сокращение болады. Жұмыс орындары қысқарады. Айлықтарың 2 есеге азаяды. НДС налог қымбаттап жатыр еще. Білесіңдер ме соны түсіндір? Жағдай өте қиын. Қазақтар ояну керек, бірігу керек. Ауызбіршілік керек бізге. Алға Қазақстан. Бір болайық, халқым.